студенттерге қызмет көрсететін орталықты өз көзімізбен көріп, соны ашуға тырысайық деп келдік. Шынында да жаңашыл ой, жаңа офис, енді студент сервис центр дейді ғой, университеттерде, Еуропада бар, сіздерге қызмет көрсететін орталық жақсы екен. Оны енді студентке арасы кабинетке жүргізетін болса, енді қазір one stop shop, бір терезе қағидасымен жарайды тұр. Осы біздің Оралдағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетте сондай орталық ашылғаны, яғни біздің қызмет көрсететін сапасын тағы бір қадам, немесе бірнеше қадам алға жылжытты деп айтуға толық негіз бар. Енді мына жерде мен қараған жақсы мәліметтер көп екен. Ең маңызды тақырып рухани жаңғыру. Рухани жаңғыру орындаушысы сіз бен бізбіз. Оны естіп жүрсіздер, рухани жаңғыруды елбасы өткен жылы үлкен бағдарламамен қабылдады. Не үшін керек? Қысқаша айтатын болсақ, қазір енді Қазақстан осы тәуелсіздік алғалы бері әлемнің озық мемлекеттердің қатарында болу керек екенін көздеп отыр. Экономикамыз жақсы қазір. Ішкі тұрақтылық бар. Сыртқы саясат әлемдік дәрежеде атқарылуда. Күні кеше өздеріңіз көрдіңіздер, елбасымыз қазір Еуропада іссапармен жүр. Финляндияда кәсіпкерлермен ең үздік технологияны дамытқан компаниялармен кездесті. Nokia білесіздер, ең бірінші бізге келген телефон Nokia емес пе? Сосын Siemens, Samsung басқаларды. Қазір Android келгендері Nokia өзінің позициясын кішкене жоғалтқан сияқты, бірақ қазір Nokia басқаша диверсификация дейді, басқа салаларда жақсы жұмыс атқарып жүр, телекоммуникация немесе басқа да салалар. Осы қазір енді рухани жаңғырудың ең негізгі бағытының бірі ол білімнің салтанатын құру, культ знания деп айтады. Сосын оның ішіндегі біздің рухани жағымыз мәдениеттің дамуы. Жалпы айтқан кезде еңбек, сосын өзін түсіндіру, білімге құштарлық, тек сонымен ғана жаңашыл ойлар келеді, инновация дейміз, жаңа технологиялар дейміз, онсыз өмір жоқ. Ал рухани жаңғырудың негізгі мақсаты, бұрынғыдай егер 90-шы жылға келетін болсақ, көбіміз мына жерде отырған жастар студенттер ол 90-шы жылды білмейді, себебі бұл кезде сіздер жоқсыздар, үлкен мұғалімдер біледі, сосын одан кейін біздің буын біледі. Ал тәуелсіздікте туылған жастар сіздер жаңа заманның, жаңа талабының, қоғамның мүшесісіздер. Қазір бұрынғы проблема, қазір үшін проблема емес біздің мемлекетте. Себебі мемлекет нық аяқта тұрған, мемлекетке нағыз не керек екенін мемлекеттің басшысы, жалпы мемлекет институттар біледі. Алдымызда стратегия тұр, 2050 Қазақстан қай жерге бару керек. Себебі үлкен ұлы мақсат қойдық алдымызға. Енді барлығы бар, бірақ қазіргі заманда біз рухани байуымыз керек, тарихымызды ұмытпауымыз керек. Біз қай жерде тұрғымыз кім, қай өмірде сүріп жатырмыз, қай жерге баруымыз керек. Оның ішіндегі жаңа білім ең алғашқы сапта тұр, сонымен бірге мәдениет. Біз қоғамда егер бізді 200-ден астам мемлекет болатын болса, соның ішіндегі Қазақстан қай орында болады? Президент алғашқы елге беріңіз, оларға бердік, дым жасаған. Тек бақылаушылық сатты, бомждарды кіргізді, қолдан дүниеге жоқ өртеді, экологияға зиян келді. Екіншісі келді, мен қатырамын деп, ол да қатырған жоқ. Сонда біз түсінгеніміз, бізде ондай тәжірибе жоқ екен. Себебі ол технологияны көрген жоқпыз. Біз ол деңгейге жеткен жоқ екенбіз, оны мойындадық. Сосын Финляндияға бардық. Қарап, олардың жаңағы қоқыс полигонында бәрі жасыл шөп өсіп тұр, тек қоқыс жоқ, ештеңе жоқ. Мен қоқыс қайда деймін ғой. Сонда оны дұрыс жинауды білу керек екен. Үйден басталады, жаңағы ресайклинг. Пластик бөлек, шыны ыдыстар бөлек, темір тесек бөлек, қағазды бөлек. Сонда бір жылдың ішінде Финляндия, сол тек қоқыстан, алюминиевый банкалар бар, Кока-кола немесе басқа да, 2000 тонна алюминий алған, тек мусордан. Түсіндіңіздер ғой? Циркулятивная экономика деген бар. Безотходная. Яғни соларды қайтадан жасауға болады. Ол біріншіден біздің жаңағы экологияны тазартады, сонда қоқыстардың бәрі әр жерде болса солай жатпайды. А пластик тастасаңыз, пластик 100 жылда да ол нетпейді екен, жоғалмайды, ол тұра береді, ол зиян. Немесе қазір енді
интернетте барлығы көресіздер ғой, океанда круизный лайнерлер, басқаларда барлығы мемлекеттер өзінің жағалауына тастай береді. Табиғат ол ешқайда кетірмейді. Үлкен бір островтар пайда болған. Қарасаңыз, қоқыстан. Біз кімнің үйінде тұрып жатырмыз? Жер шары кімдікі? Адамзаттық емес пе? Осы жерде тұрып жатқан жәндік басқа да табиғатқа арналған ғой. Сол үшін тап солай біз өзіміздің қаламызға да қарауымыз керек. Өзіміздің жатақханадан басталады, университеттен басталады, үй немесе жұмыс орны, жалпы тұратын жер. Сондықтан Финляндияға барған кезде біз түсінгеніміз жаңа технологияларды қолдау не себебінен олар биогаз алып отыр. Сол жерден араңызда технарлар бар ғой, сіздерге айтып отырмын енді. Бұл аграрияға да қатысы бар, жалпы бәріне қатысы бар деп сөйлеймін. Жаңа технологиялар қолданған. Адамдардың мәдениеті сондай, үйінен шыққан кезде қоқысты бөлек жинайды. Сосын биогаз шығарады, электричество, электр қуатын. Сосын ең соңында қалған компост, бәрінен қалған кезде. Соны минеральный удобрение ретінде агротехникаға сіздер түсініп отырсыздар не туралы айтып жатқанын. Жаңағы егінге соны пайдаланып отыр. Яғни жерді байытуға. Сол кеше президентіміз барған кезде сол Финляндияның капитандарымен кездесті. Бүгін кеше Брюссельде кездесіп отыр. Не үшін? Мемлекетті таныту үшін, мемлекетке инвесторларды шақыру үшін. Ертең инвесторлар, немесе сіздер, сол шетелдік инвесторлармен жаһандану заманында тұрып жатырмыз ғой. Тереземіз тең сөйлесу үшін Қазақстанға бару қажет па? Егер келетін болсақ, бізге қауіпсіз боламыз ба? Қандай қоғам бар? Біз олар біздің тілде түсіне ме? Яғни біз оларды түсінеміз бе? Сол үшін жаңа технологиялар олармен бірге жұмыс атқару үшін біріншіден білім керек. Енді білімді осы университет береді. Сосын тек бакалаврмен тоқтап қоймай, ары қарай магистратура, докторантураға баруға ешқандай кедергі жоқ. Әсіресе тілді білген адамға, немесе өзінің маманы иегер болған. Осы рухани жаңғыруда айтылатын сол негізгі бөлік білімнің салтанат құру. Сол білімнің арқасында тек білім. Ертең жұмысқа келсеңіз де білім қажет болады. Себебі сіз үшін біреу жұмыс жасап бермейді. Компьютерде жаңа технология түсіну керек. Сосын біз бәріміз қазір цифровизацияға өтіп жатырмыз. Ал цифровизация қысқаша айтатын болса, үлкен бағдарлама қабылданды, оны білесіздер, цифрландыру. Цифрландыру бағдарламасына сәйкес біздің өңірде бірқатар жобалар іске асырылып отыр. Қазір мен Ақтөбеден келген әріптестерім жүр екен. Осы жерде бір-бірімізден тәжірибе алмасып жүрміз. Біздің өңір денсаулық сақтау саласындағы пилоттық өңір болдық цифрландыру бағдарламасын енгізу бойынша. Онда біз не жасадық? Бірінші адам қай жерге барады? Емханаға барады, поликлиника. Сол жерде студентке қызмет көрсету орталығын аштық қой, бұл да бір терезе қағидасы бойынша бар. Сол жерде электрондық очередь аштық, кезек. Себебі бұрын келеді, барлық таңертең 9-да жұмысқа бару керек, 8-ге дейін келеді, бәрі топырлап күтіп тұрады, кезек жоқ. Қанша адам келетін дәрігерлер де білмейді. Сосын оған бейімделмеген. Соның бәріміз бизнес процесстерін бәрін қарап, соны білесіз, бұл центр обслуживания населения, халыққа қызмет көрсету орталығы. Соның тәжірибесін енгіздік. Енді бұрыннан жақсы болып қалды, бірақ әлде де жетілдіретін жерлеріміз бар. Таблода көріп отырады. Немесе жастар ғой, осы жерде аудитория барлығы. Әрқайсыңыз смартфон бар, kvrachu.kz деген бізде сайт бар. Дәрігер уақытта қашан, өзің терапевт па, немесе окулист па, немесе басқа да сонымен врачқа жазасыз, ол айтады сізді, мысалы үшін, пәлен уақытта 10 минутқа немесе 15 минутқа сұрақтың күрделілігіне байланысты жазып қояды. Сол кезде келесіз, кіресіз. Бұл да цифрландыру біріншіден қазір адамға не қымбат? Әрине бірінші денсаулық қымбат, уақыт қымбат. Барған кезде уақытыңыз жоғалтпайсыз. Себебі барлығын өзінің жұмысы бар, немесе сабағы бар, атқаратын. Сол үшін ыңғайлы болу үшін. Сосын не жасадық? Амбулаторный карточка деген болады, білесіздер ғой? Біреу жоғалтып қояды, немесе соны жүгіріп жүреді. Мына жерде 6-шы поликлиника біз бірінші проблеманы осы жерден көрдік. Таңғы сағат 8 болмай кірдік, әкімді көргеннен кейін барлық топырлап келді, шағымдана бастады. Сонда бір жас болашақ ана болатын келіншек, аяғы ауыр екен, жүкті екен, айтады, мені мына түріме қарамай 3 рет
төменге бар дейді, қайтадан кел дейді, жаңағы амбулаторный карточканы алып кел, шаққылап жүрмін, сонда әлге дейін бір дәрігер қараған жоқ. Амбулаторный карточка қазір электронный паспортқа өтіп кеттік. Оны бар көп жүрмейді. Сосын тағы бір мысал, ауданнан анализ тапсырады, облыстық орталыққа жіберген кезде облыс орталыққа қайтадан тапсыру керек. База жоқ. Соның бәрін біз бір базаға кіргіздік. Ауданда тапсырғанымыз бәрі осы жерде көрініп тұрады. Немесе Астанаға барсаңыз, Астанада көрініп тұрады. Единый база бар. Сол сияқты осындай жеңілдіктерді жасаудамыз. Ал сосын Smart Уральск деген орталық аштық. Smart Уральскқа ол жерде бірінші қабатта сон бар. Бір күнде 2000-ға жуық адам келді. Мына жерде осы шағын ауданды айтатын болсақ, арнайы сон, спец сон. Ол автокөліктерге қызмет көрсететін орталық. Бұрын анау Гагарин көшесінде естеріңізде ғой. Көше тар, барлығы машиналар келеді, ән жерге сыймайды. Бір күнде ол жерде де 2000-нан астам адам келеді. Ол жерде тұрмас үшін көмектесіп жүретін помогайкалар бар. Соларға қолына бірдеме береді. Қаражат, ақша. Ол былай қарағанда ол заңсыз. Ол жерде күтіп отырмай, жаңағы уақыт қымбат дегенде ол басымды қатырып тұрмаймын мына жерде. Мен кешке келемін, саған құжаттарын дайындап қойдым. Оның бәрін жойдық. Ол енді біріншіден ол коррупция. Ана жерде жүрген адамдардың барлығы біреудің өзінің жұмысының міндетін атқарудың орнына екі ортада былайша айтқанда мошенниктер бар. Сондайлар пайда болды. Қазір оның бәрін алып тастадық. Мына жерде үлкен жеке инвестордың есебінен спецсон салдық. Сол жерде қанша машина келетін болса, бір күнде барлығы сияды, алдында автодром бар. Оның барлығы неге айтып отырмын? Біздің көрсететін қызметтің азаматтарға сапасын көтеру. Цифрландырудың бірден бір көздеген мақсаты осы. Сосын ашық әкімдік жасадық. Ашық әкімдік, қала әкімдігін білетін болсаңыздар, бұрын барлығы, енді ертең сіздер де көбіңіз мемлекеттік қызметкер болар, немесе бизнесмен боласыздар, немесе әркім өзінің саласында маман болар. Келеді. Сонда әрқайсысы мемлекеттік қызметкерлердің кабинеттері бөлек-бөлек, әркім өз алдынша бірдемен келісіп жатады, не сөйлесіп жатқанын білмейміз, топырлап кезек тұрады. Соның бәрін студенттер қызмет көрсету орталығы көріп жатсыздар, қандай кең, ашық, барлығы транспарентный, ешкім жабылып жатқан жоқ, open space жасап қойдық. Тап сондай 15 маманды оқыттық, тоже фронт офис жасадық. Олардың бәрін оқыттық, әдемі киіндіріп, келген кезде жақсы, жылы қабылдайтын, ол да біріншіден мәдениет. Келген кезде қабағын түйіп не үшін келдім деп отырмайды, себебі ол сол үшін айлық алып отыр. Мемлекетке келеді азаматтар, видеокамералар, бейне бақылау болып қойдық. Сосын отыратын орындықтар келген кезде номер алып, өзің кезегің бойынша қызмет өтесің. Сонда ашықтық. Ашықтық біріншіден тәртіпке шақырады. Осындай мысалдарымыз бар. Сонымен бірге қазір біз Smart City-дің аясында қауіпсіздік деген қауіпсіздік қала бойынша жоба жүргізіп жатырмыз. Қазір Астанада көрдіңіздер ғой, бейне бақылау барлық жерде тұр, дамыған мемлекеттердің бәрінде тұр. Біріншіден қауіпсіз кімге? Азаматтарымыздың қауіпсіздігі керек. Smart City-де безопасность болу керек. Мысалға, қылмыскерлердің санын азайтады, құқық бұзушылықтарды азайтады, немесе оның алдын алады, немесе қылмыс жасаған болса, соны ашуға көмектеседі. Мектептерде елбасы осы жолдауда бейне бақылауды айтты. Не үшін? Ол да балаларымыздың қауіпсіздігіне қажет. Сосын тәртіпке. Біреулер сабаққа бармай келеді. Немесе бұзақылық жасамау керек болсын, барлығы осы Smart City-дің аясында жасап жатырмыз. Центр оперативного управления арнайы басқару орталығын салдық. Енді сол жерге жаңа технологиялармен бейне бақылауды қойып жатырмыз. Ол сіздердің аттарыңыздан аңдып жүру емес, ол тәртіп үшін. Мысалға біз аялдамалар жасап, сол жерге бейне бақылау қойып қойдық. Соның есесіне қалтадан телефон ұрлайтындардың қанша адамды ұстадық. Соның есесіне азайды. Себебі біреудің мүлкіне қол сұқпау керек ешкім. Бізде қауіпсіз жүру керек, жастар қауіпсіз болу керек. Ешкім сіздерге мүдделеріңізге нұқсан келтірмеу керек. Осындай жобалар Smart City-дің аясында жасалып жатыр. Мысалға қарасаңыз, қазір көрдіңіздер ғой, жаңалықтарда немесе интернетте бар. Егер біреуді іздейтін болсаң, бетінен тануға болады. Ол жаңа технологияларда бар қазір.
Немесе бізде әсіресе жастар кейде жол тәртібін бұзып жатады, жол ережесін. Жол ережесін бұзсаң, басқа біреуге қауіп төндіріп отырсың. Соның бәрі умный перекресток жасап жатырмыз. Қазіргі заман талабына сәйкес. Бұл цифровизацияға байланысты. Енді қысқаша жолдауды айтайын, бізге не береді? Мен жолдауды сіздерге қайтадан айтып разъяснение ол үшін келген жоқпын. Көрдім, теледидарда бәрін көріп жатсыздар. Биылғы жолдау өз ерекше жолдау болып отыр. Нағыз өңірлерге арналған. Адам сапасын көтеру. Көбіңіз осы ауылда тұрдыңыз ғой. Әсіресе ауылдық жерлерде жұмыс орындарын ашу. Сол үшін енді ауыл шаруашылық университеті болғаннан кейін ауыл шаруашылыққа қатынасып айтатын болса, бізге ауыл шаруашылық өте қажет. Мысалға біздің өңірде 650 мың халық тұратын болса, соның тең жартысы ауылда тұрады. 12 ауданымыз бар, 300 мыңның үстінде халық қалада тұрады, қалған аудандарда. Ауданда не тіршілік бар? Ауыл шаруашылық бар. Себебі бізде өндіріс Орал қаласы мен Ақсайда орналасқан. Ақсайда білесіз, үлкен консорциум бар, шетелдік инвесторлар бар. Қалада үлкен зауыттар бар, сосын өздеріңіз сияқты университет, білім көрсету, білім беру саласы бар, немесе банктер бар, орта шағын бизнес, басқа да барлық шоғырланған осы жерде. Ауылда не жасау керек? Ауыл шаруашылығымен айналысу үшін біріншіден үлкен мемлекеттік қолдау керек. Бізде жалпы өнімді алатын болсақ, ВРП дейді, валовый региональный продукт. Соның ішінде тең жартысы өндіріс бар ішінде. Сосын қалғандар транспорт, сектор услуг, ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы біз 5%-тен төмен. Осыны біз көтеруіміз керек. Себебі қарасаңыз, жаһандану заманы мемлекетте азаматтардың саны, планетада адамдардың саны көбейіп жатыр. Көрші Қытай елде 1,5 миллиардқа жақындап қалды, ары қарай Индия 1 миллиардтан асып кетті. Мына жақта Европаға қарасаңыз бәрі. Біз 9 жолдың торабында тұрған өңір болатын болсақ, жалпы біздің Қазақстан Европа мен Азияның екі континентті қосып тұр. Адам саны көбейіп жатыр. Адамдар бірдемен тамақтану керек қой. Қазір көптеген генетически модифицированный организм бар, ГМО қосылған. Біздің өңірде, біздің елде таза экологиялық өндіріс шығаратын мүмкіндігі зор мемлекетпіз. Соның ішіндегі мал шаруашылығына біз көп мүмкіндігіміз бар. Өткен жылы Қазақстан 5000 тонна етті экспортқа шығарған болса, сиыр етін. Соның тең жартысы біздің өңір шығарып отыр. Соның ішіндегі сондай мамандарды дайындап отыратын бірден бір университет болса. Сол үшін жолдауда президент қосымша ауыл шаруашылығына 300 миллиард теңгені бөлуде. Оны не істейміз ол 300 миллиардты? Жұмыс істейтін азаматтарға қолдау болады. Біріншіден, өндіріс, етті өзімізде өңдеу керек. Көп деген затты мысалға Қазақстан сатып алады, бірақ жылдан жылға сол сатып алатын зат азайып жатыр. Президент кеше айтты ғой, жолдауда экономика простых вещей деген. Ол деген не? Мысалға өзімізде жасайтын, өзімізде шығаратын, өзіміз алатын болса, қажеттілігін өзіміз шығарып отыратын болса, сонда қаражат сыртқа кетпейді. Жаңа зауыттарда біз экспортты қараған кезде, осыдан 2 жыл бұрын, құс етін 10 мың тоннан тек біздің өңір қажет етеді екен. Сонда жеке кәсіпкер осы жердегі құс фабрикасын саламын деді. Біз қолдау көрсеттік, 7 мың тонна жылына ет өндіретін құс фабрикасын салды. Осы жердегі студенттер де барып бітіргендер жұмыс істеп жатыр сол жерде. 10 мың тонна бұрын алатын болсақ, қазір 7 мың тоннаны өзіміз шығарып отырмыз. Ал қазір екінші этапқа көшіп жатырмыз. Сосын ет өндіру жағынан өңдеу жаңа зауыттар ашылды, білесіздер, Хубей бар, жайық ет бар, басқа да өзіміздің қажеттілікті өзіміз шығару керекпіз. Сонда сіздерге жұмыс орнын ашуымыз керек. Сіздер мамандар, зоотехник бар, ветеринар бар, араңызда механизатор бар, немесе басқа да мамандықтар бар. Егін шаруашылықтан бізге егін де бар, мал шаруашылықта бар. Соған дұрыстап біз мамандарды дайындайтын болса, жұмыс орны сіздерге болады. Қытайға экспорт жасауға көп мүмкіндік бар. Қытайдың нарығы кең. Соған біз қазір кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндік қолдау жасап жатырмыз.
Сосын адам сапасын көтеру үшін не керек? Енді біріншіден жұмыс орны керек. Жұмыс керек. Қазір мемлекет орта шағын бизнесті қолдап отыр. Араңызда мүмкін бизнесмен болам дейтіндер де шығатын шығар, өз кәсібін ашатын. Мемлекеттік қолдау күшті бизнесменге. 100 миллиард бизнесті қолдау картасы, жол картасы деген бағдарлама, соған 30 миллиард қосымша бөлінді, сонда келесі жылға Қазақстанға 60 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. Кәсіпкер өзінің кәсібін ашса, субсидия береді, немесе шағын несие береді де өзінің жұмысын аша бастады. Бізде, біздің өңір алатын болсақ, ішкі жалпы өнімде орта шағын бизнестің үлесі 40% болып отыр. Біз Астанадан кейін екінші орындамыз. Яғни бизнесмендердің қосып отқан үлесі көбеюде деген сөз. Сонымен бірге жол мәселесі білесіздер, көбіңізге егер ауданда тұратын болсаңыз, жолдың мәселесі күрделі. 4000 шақырым жол жасалады жыл сайын. Соның ішіндегі біздің өңірде жыл сайын біз республикадан алған бюджет, жергілікті бюджет 500 шақырым жол жасап отырмыз. Сосын рухани жаңғырудың аясында киелі жерлер бар ғой. Бөкейордада білесіздер, енді Жаңғырхан атындағы университет болғаннан кейін Жаңғырхан кесенесі бар. Қанша осы жердегі отырған аудитория? Кім бар, қол көтеріңіздерші сол жерге? 1, 2, 3, 4, 5, 10 адам. Аудиторияда қанша адам бар? 400 бар ма? 600. 600-дің 10 адам барған. Жаңғырхан университетінің студенттері ана жерде көрмеген деген сөз. Біз ішкі туризмді дамытамыз дейміз. Интернетте қанша көрдіңдер, қол көтеріңдерші? Өз университеттердің тарихын біліңдер. Кімнің атынан берді бұл? Ол кісі кім болған? Реформатор болған. Жаңғырхан Бөкей ордасында жақсы музей бар. Ол жерде үлкен орталық болған кезінде. Қазақстанда бірінші мектеп қай жерде ашылды? Кім біледі? Қол көтеріңдерші? Қол көтеріңдерші, мен біліп отырмын. Көбіңіз біледі екенсіздер. Сол жерде ашылған бірінші мектеп. Бірінші казначейство сол жерде ашылды. Ең алғашқы студенттер шетелге жіберу Қазақстанда сол жерде басталған. Казанға жіберген оқытуға. Ол біздің рухани жаңғырудың киелі картасына енген. Мен не үшін бұл мәселені қозғадым? Жолмен байланыстырдым. Жол жоқ ол жаққа. Асфальт жоқ. Сол үшін 15 мамырда елбасы біздің өмірге келген кезде өндірісті аралап, зауыттардың директорларымен кездесіп, ауыл шаруашылық мамандарымен, жалпы тұрғындармен кездескен кезде осы мәселе көтерілді. Біз баяндадық президентке. Алдағы 3 жылда сол жерге жол жету керек. 336 шақырым жол жоқ. Жалпақталдан бастап, енді басқа өңірден келген студенттер де бар ғой. Біздің өңірдің студенттері біледі, мен қай жерде айтып отқаным. Казталов ауданында ары қарай жолды 3 жылдың ішінде біз салып бітіруіміз керек. Сонда осы жол мәселесі, ертең сіздер баратын болсаңыздар да жақсы жеңіл барасыздар. Сонымен бірге осы ішкі туризмді дамыту үшін біз шағын авиация ұшырамыз осы жерде. Шағын аэродром болады. Соған техникалық, экономикалық сараптаманы бастап кеттік. Құжаттама дайындап, соны жасаймыз. Сол ішкі туризмді дамыту үшін де бұл да экономикаға пайда. Сосын рухани жаңғырудың аясында айтып отырмыз ғой, рухани жаңғыруда бірінші өзіңнің тарихын біліп алу керек. Біз барлық интернетте жүреміз, мынаны аздап білеміз, мынаны аздап білеміз, тереңірек білімге кейде қарамаймыз. Мен жақында бір кітапты оқығанда бір қызық жағдайға тап болдым. Мен осы Назарбаев зияткерлік мектепте кездескенде айтып беріп едім, сіздерге де айтып берейін енді. 1870 жылдары Нобелев премиясын алған лауреат неміс ғалым, Германияның ғалым, өзінің жаңағы квантовый физика, сол физика бойынша өзінің жақсы бір тақырыбын қорғаған. Енді ученый, профессор, лауреат Нобелевский премия білесіздер ме? Сол өзінің тақырыбын осындай аудиториялар жүріп айтып жүреді екен. Бүкіл Германияны аралап, шофер екеуі. Сонда шофер айтты, сіз енді шаршадыңыз ғой, ана аудиторияны мен айтып бере салайын. Сен қалай айтасың? Мен сіздің алдыңызда жүріп бәрін жаттап алдым ал дейді. Ал айта бір, онда костюміңізді беріңіз, екеуі костюмін асып алады. Жаңа профессор шаршаған шынында да отырады аудиторияда. Шофер бәрін естіп алған, толық айтып береді соны. Сонда аудитория қарайды, профессор ол кезде интернет жоқ, түрін білмейді кім екен. Сонда сұрақтарға келген кезде, енді ғалымдар болып отырған, өздері сияқты студенттер де болуы мүмкін, бір сұрақ қойса айтады деді.
Сен мына сұрақ қойған сұрағың дым емес, оны сенің сұрағыңа менің шофырым жауап берді ана деді. Сөйтіп жаңағы профессор шофыр болып отқан соған жауап берді. Сонда шофер knowledge деген ұғым шыққан. Шофер knowledge. Тереңге бармайды да, естігенін айта береді, бірақ оның мағынасын білмейді. Сонда айтады, real knowledge, шофер knowledge. Жаңағы шофыр бәрін жаттап алған, бірақ оның мағынасын түсінбейді, сұрақ қойсаң білмейді. Сол үшін тереңірек қарау керек. Білім деген сол. Қазір бәрі клиповое мышление ғой, интернеттен көріп алады, айта береді. Егер детально аша беретін болсаң, уже сұрақтар пайда болады. Сосын студенттердің арасында плагиаризм болмау керек. Біз енді болашақпен жіберген кезде оқуға бірінші кездесу студенттермен ашық лекция деген болып жатады ғой. Бірінші тақырып плагиаризм. Біреудің еңбегін, өзің жаңылма. Егер соны қолдансаң, ссылка жасап қой. Қай жерден алғаныңды. Бізде енді алады да, копи-паст. Мына жерден ұрлап алады, мына жерден ұрлап алады, бірдеме шығарады, ұялмай. Авторское право деген болады. Сондықтан жаңағы шофер knowledge соған байланысты. Сіздерге айтып отқан, осы бізге білімді жастар керек. Ал енді жолдауда ауызсу туралы президент айтты. Ауызсу бізге де өте қажетті. Себебі біздің ауылдардың тең жартысында орталықтандырылған таза су қажет болып тұр. Оған қомақты қаражат бөліп жатыр. 2 жылдың ішінде біз 110 елді мекенге су өткіздік. 2000 шақырым су құбырын тарттық. Осы жерде мына экономика простых вещейді айтып кететін болсам, сосын су құбырын, трубалардың бәрі қайдан алдық? Біздің Оралда 3 завод бар, солардан алдық. Ол әр заводта 200-300 адам жұмыс жасайды. Солардың айлығы яғни толыққанды тапсырыс болып тұр. Күнделікті ол труба жасап жатыр. Сосын барған кезде әртүрлі темір бетоннан жасайды ғой, су жиналатын. Оны кім жасап жатыр? Бізде тағы 200 завод бар. Солардан ол жерде де 300-400 адам жасайды. Олар тапсырысты орындап жатыр. Сосын водозаборный башня деген болады, темірден жасады. Оны кім жасады? Бізде Уральский литейный механический завод. Ол жасап отыр. Оның бәрін тасып беру керек қой. Біздің трассаға шықсаңыз жазда КамАЗдардың бәрі тасып жүрген труба. Олар да айлық алып отыр. Ол КамАЗға немесе басқа да жүк машиналарына бензин солярканы кім құйып отыр? Біздің заправкалар. Көріп отырсыз ғой, экономика қалай жұмыс жасап отыр. Мемлекет қаражатты бөлді, соны әрбір заводтар, сосын ауылда оның бәрін жасау керек қой, жерді қазу керек, көму керек, трубаны салу керек, сварка жасау керек, адамдар. Олар айлық алып отыр. 60-70 мың, 100 мың теңге мамандығына қарай, жұмыстың ауырлығына қарай. Бұл экономика конституция деген осы. Қаражат бөлді, оның бәрін кім пайдасын көріп отыр? Заводтағы адамдар жасап жатыр, тапсырыс орындап жатыр, түбіне келгенде су келді. Оның бәрін жабылып жүріп жасады. Сонда қаражатты олар алды, сосын мемлекетке ол салық болып қайтып келді. Ал бірақ түбіне келген кезде адамдарға өмірдің сапасы болу үшін таза су келді. Жаңғал адам бар ма, студенттер? Су келді ма сіздерге? Құтты болсын. Сайқыннан бар ма? Келді ғой су? Келді. Жалпақталдан бар ма? Әр ауылда айтуға болады. Өздерінің ауылдарында айтқанда күліп қуанып отырасыңдар да? Басқа облыстан кім келді? Қол көтеріңдерші. Бұларға қызық емес сіздер айтып отқанда. Бірақ ойлаймын, сіздерде де өз ауылдарыңыз бар, сіздерге де сол. Себебі президент бүкіл Қазақстан бойынша бағдарламаны қабылдап отыр. Әрқайсымыздың ауылда осындай жұмыс жасап отыр. Ал енді өздеріңіз жайлы айтатын болсақ, келесі жыл жастар жылы деді. Жастар жылы дегенде барлық жастар күтіп отыр. Мемлекет маған не жасап береді деп. Өздерің не жасайсыңдар мемлекетке? Бар ма қазір ойларыңызда жүрген? Соны ойлану керек. Мемлекет бәрін жасап отыр. Сіздер қазір кім грантпен оқиды? Қол көтеріңдерші. Міне, пожалуйста, бәріңе әке-шешенің қалтаңнан төлеп отқан жоқсыңдар грантты. Мемлекет беріп отыр. Президент 5 әлеуметтік бастамада қосымша грант бөлді. Мыңдаған грант. Соның ішінде міне сіздер алып отырсыздар грант. Яғни сіздер тегін оқып отырсыздар. Шетелге барсаңыз, оқуға төлеу керек. Германияда тегін, тағы бір-екі мемлекетте тегін, понятно. Бірақ мемлекет осы әлеуметтік бағдарлама деген. Сіздерге деген қамқорлық. Сіздер деген маман болып шығасыздар. Мемлекет бәрін төлеп отыр. Жатақхана бар ғой? Кім жатақхана тұрады? Қол көтеріңдерші. Бәрі бар сіздерге. Тек оқысаңыздар болды. Міне мемлекеттің жасаған жұмысы. Сондықтан келесі жыл жастар жылы болады, ол сіздердің жылдарыңыз.
жас деген тез өтіп кетеді. Жас өмір бойы жас болып жүре ойламаңыздар. Өмір бойы студент те болмайсыздар. 4 жыл оқисыздар ма, қанша жыл оқисыздар? Білімді шыңдау керек, тілдерді оқу керек, өзінің мамандығын оқу керек. Оны оқу керек дей берсек, оны бәрі сіздерге күніге айтып жүру керек қой. Бірақ маман болу үшін білімді іздеп қарау керек. Біз қазір Европаның тәжірибесін алып отырмыз ғой. Европада студенттер өзіне береді. Мін сіздерге reading materials оқып келеді. Соның ішіндегі 50 минут сіздермен профессор кездесетін болса, ана жерде сіз 20 кітап оқып келу керексіз. Сосын талқылайсыздар. Ізденіс болу керек. Біз мысалы үшін оқыған кезде 1770 жылғы кейсті алып шығасың. Библиотекалар бай, электронный библиотека, кітап бар, соны қарайсыңдар. Қалай болған екен 200 жыл бұрын? Қандай қателіктер жасаған, кім ұтты, кім жеңілді? Сол сияқты бізде де мына библиотекаларды электронды цифровой форматқа өткізіп жатырмыз. Тарихты білу керек, жаңа мамандықтарды құштар болу керек. Сондықтан жастар жылына көптеген енді жаңашыл жобаларымыз да бар. Бізде коворкинг орталығын аштық, жастар және оқушылар сарайында. Сонымен бірге спорт нысандарын ашып жатырмыз. Себебі жолдауда елбасы бұқаралық спорт туралы да айтты. Біз жаңа көрдіңіздер ғой, егер білсеңіздер, білет деп ойлаймын. Жақында біз полумарафон жасадық, келесі жыл толық марафон 40 шақырым. Полумарафон, жартылай марафон 21 шақырым. Кім спортпен айналысады, қол көтеріңіздерші? Где-то 40%. Қалғанымыз жалпамыз сонда. Бұқаралық спортпен айналысу керек. Біз өзімізде енді жұмыс тығыз, уақыт жетпейді, бірақ уақыт жетпейді деген ол адамның өз-өзін алдау екен, уақыт табуға болады. Күніге бір 20 минут, 30 минут тапсаңыздар, сонда спортпен айналысуға болады. Кім марафонға қатысты, қол көтеріңіздерші? Фамилияларын жазып алыңыздаршы, ректорға беремін сіздердің фамилияларыңызды. Оң көзімен қарау керек мына жігіттерге. Кім қатысқысы келеді, қол көтеріңіздерші? Бар екен ғой желающийлар. Шақырамыз, келесі жылда марафон болады. Міндетті түрде 40 шақырым жүгірудің қажеті жоқ. Бұл челлендж дейді ғой, вызов. Адам өзіне жаңа бір дүниелерді ойлап тауып отыру керек. Мен осыны білем деп жүре бермей, себебі бүгін білген біліміңіз ертең ескіріп қалады. Спортпен де айналысу керек. Сондықтан бұқаралық спортпен айналысу үшін бізде толық жағдай бар. Мына жерде көрдіңіздер ғой, спорт алаңын аштық. Спорт комплекс бар мына жерде. Жалпы біздің Орал ең экологиялық таза қала республикада. Қарасаңыз. Орталық паркке барып жүрсіздер ғой. Соның арғы бетіне көпір салдық, сол жерде дуатлон парк аштық. Ол триатлонға да жайт, себебі өзен ағып тұр. Сол жерде 2,5 шақырым жүгіретін жер бар. Қыста наушнигіге болады, немесе велосипедпен жүруге болады. Адам денсаулықты бар кезде пайдалану керек. Әсіресе жастарға сіз қазір қалай қалыптасасыз, ертең тап солай жеңілдеу болады. Спортпен айналысуға, немесе организм бейімделген анау вирустарға төтеп беретін болады. Сол үшін бұқаралық спортты дамытыңдар деп президент жолдауда тағдайды. Сосын қосымша қаражат бөлініп жатыр. Біз келесі жылы ең шалғай аудандармен қосқан кезде мектеп алдарында Нұр Отан партиясымен бірге 100 спорт алаңын салмақшымыз. Сосын айтқан алыс аудандарда спорт комплекстарын саламыз. Ол бәрі бір жылда бітпес спорт комплекстер. Алдағы 3-5 жылдың ішінде толыққанды ауылдардың бәрін қамтамасыз етпекпіз. Сонда жастар әсіресе спортпен айналысатын болады. Сіздерді спортпен айналысуға шақырамын. Келіңіздер. Енді көп уақыттарыңызды алмайды, себебі менде бір сағаттан кейін инвесторлармен кездесу бар. Енді инвестиция жайлы айтып кетейін. Инвестиция келеді, қай жерге келеді? Тұрақтылық бар жерге келеді. Бірінші қай жерде? Первый критерий – стабильность. Бізде тұрақтылық бар. Сенім болу керек бірінші. Себебі бизнесмен ол қалтасымен келеді, қалтасы. Ол голосует карманом. Бүкіл бұл еңбек етіп тапқан қаражатын айырып қалғысы келмейді ғой. Инвесторларға қолайлы жағдай жасалынып жатыр. Инвесторлар туралы заң бар, Казах Инвест деген компания ашылды арнайы. Президентіміз Европада жүрген кезде инвесторлардың бәрін Қазақстанға шақырып отыр. Бізде үлкен консорциум жұмыс жасап жатыр. Транснационалдық корпорациялар, Shell, Eni, Chevron, Американың, Европаның,
Италия, жаңағы Голландия, немесе Шеврон Американікі, Британияның компаниялары жұмыс жасап отыр. Біздің мекемелер соларға қарап бой түзеп отыр, әлемдік стандарттарға сәйкес. Себебі бізде тұрақтылық бар, бірлік бар, білімді жастар бар, сол үшін келіп отыр бізге. Бізде соны үйренуіміз керек. Үйренгеннен ұялудың қажеті жоқ. Плагиаризм жайлы айтып отырмын ғой. Кейбіреулер соны қолданып жатады. Стив Джобс деген кітапты оқыдыңыздар ма? Стив Джобс білесіздер ме? Сол жерде жазған несі бар. Олар бірінші подвалда бастаған, сосын гаражда бастаған, сосын Хьюлетт Паккард HP-мен бірге жұмыс жасаған ғой. Сол кезде бір-бірінен жаңағы ұрлаған. Сонда неге Микеланджелоның несін айтады, ссылка жасайды. Микеланджело айтқан дейді: Good masters copy, great masters steal. Жақсы мастер дегенді өздерін айтып отыр ғой енді. Хороший человек копирует, а великий как крадет. Олар жақсы ой болса бір-бірінен ұрлап, сондықтан бәсекелестік. Samsung пен Apple да бір-бірімен соттасып жатыр ғой. Мынаны біз ойлап таптық, мынаны біз ойлап таптық деп. Соны айтайын деген үйрену қажет, әрине. Бірақ айту керек қай жерден алғанын. Мысалға, осы үйрену жайлы бізді мемлекеттік қызметкерлерді оқытып тұрамыз. Жыл сайын немесе уақытына қарай. Өзімде барып жыл сайын оқып тұрғым келеді. Енді кейде рұқсат бермейді, кейде рұқсат береді. Енді жұмыс көп қой. Осыдан 2014 жылы Лондон LSE білесіздер ғой? London School of Economics and Political Science деген бар. Лондон школа экономики политических наук. Бұл жерде бір тақырып болды. Қала әкім кезде маған қызық. Соған бардым. Тақырып London Global Cities Governance Planning and Design деген. То есть это Лондон, глобальные города, управление, планирование и дизайн. Сонда қалаларды қалай дамытып жатыр? Маған қызық болды барғанда. Мысалы үшін Лондонның ең бір неблагоприятный район. Шетке қалып қойған бір ауданды алған, Олимпиадаға дайындалып жатқан кезде. 2012 жылы Олимпиада болды ғой Лондонда. Сонда бұлар 10 жыл бұрын немесе 7-8 жыл бұрын жоспарлай бастаған. Не істеу керек ол жерге? Ал олимпийский деревняны сол жерге соғайық. Егерге жатырған жер қалады. Оған не істеу керек? Инфраструктураны алып келіп бірінші. Метро баратын болды сол жерге. Сосын бассейн салды, олимпийский бассейн. Сосын кампустар салды. Сосын үлкен гипермаркет салды. Сосын ресторандар басқа. Толық үлкен қалашық пайда болды. Сол кезде олар ойлады, одан кейін не болады? Олимпиададан кейін. Біз олимпиададан кейін бардық, 2 жылдан кейін. 2 жылдың ішінде 60% жасаған бюджетін қайтарып алған салықпен бірге. Сонда дұрыс жобалау, дұрыс жоспарлау болған. Кампустардың бәрінде олардың университеттері бай ғой, себебі университеттің бәріне төлеу керек. Bir жылда 8 мың, 10 мың доллар төлейсің. Гарвардқа барсаңыз, бір жылда 100 мың доллар төлейсің. Экзекутив бағдарламалар бар, немесе магистратурада. Сонда сол кампустардың бәрі олимпиададан кейін студенттер тұрады. Бір жатақханаға 2 мың доллар төлейсіз. Енді жобалап айтып отырмын, сол шама Лондонда. Сосын олимпийский бассейніне бардым. 5 фунт төлейсің, ішіне кіресің, барлығы қажетті заттың барлығы бар. Өтірік былай жалтырақ жапсырмаған ешқандай. Функциональный, практически. Сонда жобалаушылар Ұлыбританияның инвесторлар бізге. Сол кезде елші маған рекомендация беріп еді осы кітапты. Оның қазір 100 кітап бар рухани жаңғыру бойынша. Сол қазақшаға аударылды. Соны қазақ тілінде де оқысаңыздар болады. Орысшасы да бар, ағылшыншасы да бар. Негізі кітапты в оригинале оқыған жақсы. Оның екіншісі бар. Homo Deus деген, бірінші Homo sapiens, екінші Homo Deus, екіншісі A Brief History of Tomorrow. Яғни ертеңгі күннің тарихы дейді. Мынау осы уақытта не болған не болды, енді алдағы уақытта не болады. Сосын маған ұнайтын кітаптарымның өзі, енді классиканы қойған кезде, қазіргі біз енді басқару саласында жүргеннен кейін, басқарушылық басқа мемлекеттердің тәжірибесі керек. Осыдан 2 жыл бұрын, 2015 жылы мен Сингапурға барған кезде бір кітап сатып алдым. Can Singapore survive деген. Сможет ли Сингапур выжить? Олар тәуелсіздікке 50 жыл болған кезде жазып отыр соны. А бізге 2015 жыл тәуелсіздікке қанша? 25 жыл енді болып жатты ғой. Сол жерде де көп қызық жағдайлар жасап жатыр.
айтылған. Сосын Брайан Трейсидің кітабы маған ұнайды, жақында оны оқып бітірдім. No excuse деген. Өзіңді аяма. Өзіңді қашанда жетілдіріп тұру керек. Онда білімге құштарлық сол ғой. Енді қазір ойыма келіп тұрған жоқ, бірақ кітап оқығанды жақсы көремін. Уақытты тауып, бірақ кейде бола бермейді. Сосын онлайн edX деген курстар бар онлайн. Ол жерге де қазір блокчейн деген не екен? What blockchain is? Соған жазылдым, соны оқып жатырмын. Оқып бітірген кейін айтып беремін сіздерге. Здравствуйте, меня зовут Базарбаева Толкан. Я студентка первого курса политехнического факультета и хотела бы вам задать вопрос на английском языке, если можно. Спасибо. Надо было сразу на английском начинать. What your success as a political leader help its education, personal quality, family or friends? Бүкіл сұрақтың бәрін I'm a governor, I'm a manager. And first of all, for me, the important thing is education. And therefore, we're talking about education. About family, I have 4 children. What did you ask else? What success? Success. Success, yeah. As a political leader, help with education, personal quality. Education helps very much. Therefore, I ask you to study every day. It really helps. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Шахрасет, я студент первого курса машиностроительного факультета. Мой к вам вопрос: как вы считаете, с какого возраста молодой человек должен участвовать в политической жизни, вступать в разные политические организации? Что-то первый курс интересуется политикой, да? Ну, понятно, что АКИМ — это политическая должность по закону о госслужбе, но мы менеджеры, мы руководители вот, такого регионального уровня. Но есть такое выражение: если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Поэтому политика, она выражается в разных аспектах. В первую очередь, чтобы быть успешным человеком, нужно быть образованным, быть специалистом своего дела, и тогда все у вас получится. В любом возрасте нужно учиться, в любом. Я студентка первого курса Карабек Аслай, факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Я бы хотела у вас спросить, мы все знаем, что вы большой любитель спорта, и какой вид спорта вы предпочитаете? Вот я вас приглашал заниматься массовым спортом. Я не профессиональный спортсмен, я профессиональный госслужащий. Спортом занимался и в студенчестве. На первом курсе я ходил на борьбу, потом на втором курсе перешел на бокс. До конца студенческой жизни я занимался этим боксом, и это мне помогало. Потом служил в армии, когда в армии служил, в казахстанской армии, год, тоже помогал быть в форме. Ну и сейчас тоже в работе, чтобы быть в форме, надо заниматься спортом. Мы организовываем велопробеги. На велосипеде очень приятно кататься по городу Уральску, потому что природа классная, экология чистая, воздух чистый и хорошие мысли приходят. Потом мы организовываем марафон. Недавно на полумарафоне я пробежал 10 километров, очень понравилось, теперь хочу наращивать это. Потом у нас есть прекрасный теннисный корт, хожу туда в теннис играть. Есть у нас хорошие тренера, приглашаю вас. Что еще? Плаванием люблю заниматься. Но у нас недостаточно бассейнов, я это признаю. Сейчас мы приглашаем инвесторов, строим 2 гостиницы больших по франшизе. Один будет Double 3, это такой бренд есть. Второй будет Новотель. Там будет хороший фитнес. Люблю ходить в фитнес. Ну, конечно, стараюсь выкроить время. Неделю, 2-3 раза. Это, в принципе, достаточно сейчас.
Но у вас, я думаю, времени больше, поэтому надо заниматься спортом. Призываю всех заниматься спортом. Спасибо. Қоя берсең сұрақ бір сұрақ қойсаңыз. Бар, тағы бір сұрақ қойсаң. Менің есімім Нағаш Байнұржан, агрономия факультетінің 1-ші курс студентімін. Менің сізге қояр сұрағым, облыс әкімі болу қиын емес пе? Осы жайында айтыңыз. Әкім болғың келе ме? Онда бізге жұмысқа шақырамын. Бірінші курстан басқа ешкім сұрақ қоймайды ғой деймін сіздерде. Или үлкен курстар айтқан, сендер қойыңдар сұрақты деп. Әкім болу енді үлкен жауапкершілік. Енді әрине бірінші басшы болу оңай емес. Біріншіден үлкен жауапкершілік бар. Сіз енді бүкіл өңірге жауап бересіз. Енді ол бір адам жұмыс емес, әрине ол жерде бүкіл ұжым болып жұмыс жасау керек. Соны басшы ретінде соны ұйымдастырған үлкен қабілет керек. Ол қайтадан біліммен келеді. Сосын қазір енді мемлекеттік қызметшілер білесіз ғой, талап күшейіп жатыр. Мемлекеттік қызметші болу, сіз әрқашан алда жүресіз, бәріңіз сізді көріп жүреді. Әкім қандай көлікпен жүр, қашан ауыстырды оны, сосын қай жерде тұрады, не істейді, нешеде жұмысқа келеді, бәрі көрініп тұрады. Ол енді мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін бізде ашықтық болу керек. Әкімнің айлығы қанша, не істеп жатыр деген әңгімелер көп, бірақ ол заманның талабы, оны түсінеміз. Біріншіден басшы болу, тек әкім емес, бірінші басшы болу, біріншіден үлкен жауапкершілік, жеке жауапкершілік. Сосын жауапкершілік өзің сенімен бірге істейтін иерархия бойынша саған бағынатын қызметкерлердің жауапкершілігі. Сосын меритократия деген, егер біреу жақсы жұмыс істеп жатса, оны қолдамай, көке, жәке немесе туысқан біреуді көтеріп жатсаң, ол әділсіздік болады. Сонда жұмыс істейтін адам мотивациясы кетеді. Ол жұмыс істегісі келмей қалады. Тап солай, спортта да сондай, білімде де солай. Егер білімді жақсы оқитын балаға бағасын төмен қойып, басқа критериймен біреуді көтермелеп отырсаң, екінші оның әділсіздікті көріп отырады. Сондықтан бірінші басшы әділ болу керек. Сосын жауапкершілікті сезіну керек, сосын білімді болу керек. Енді басқа критерийлер жаңа айттым ғой, соның барлығы менеджерге қатысты критерийлер. Ол әркімге байланысты. Тек әр адам өзінің жауапкершілігін ұмытпау керек. Сіз студентсіз ба, сіздің жауапкершілік неде? Оқу, сосын не? Сіз қоғамның мүшесісіз ғой содан кейін. Әсіресе жас лидерлерге басқалар да қарайды. Егер ол бір теріс қылық жасап отырса, басқаларға жұғып тұрады ол. Егер дұрыс жұмыс жасаса, басқалар да соны үйреніп жатады. Сол үшін мәдениет те болу керек, этика да болу керек бірінші басшыға. Соның бәрін бір дұрыс бағытта қолдана білсе, онда жақсы болады. Төртінші курс студенттер бар ма? Кім төртінші курс? Бұл жерде нешінші курстар? Бірінші курс. Барлығы бірінші курстар? И только активист. Онда келесі жылы екінші курстармен кездесемін. Құрметті Алмай, сіздерге уақытыңызды бөліп, бүгінгі көпшілікке арналған дәрісті оқығаныңызға рахмет. Мен ойлаймын, біздің студенттердің бүгінгі білімге деген, тәрбиеге, еліне деген көзқарасы өзгеріп жатқан шығар. Я думаю, что наши студенты сегодня получили большую мотивацию, потому что вы пример для них своего роста, карьеры и вообще отношения, патриотического отношения к своему народу. Я думаю, наши студенты сегодня мотивированы, и вот за эти 4 года, пока они будут здесь учиться, они, наверное, достигнут больших тренерских качеств. Еще раз спасибо. Рахмет. Сіздерге жақсы жетістікке жетуді тілеймін. Мен білмедім, мен сұраған жоқпын, қай курс екенін. Сосын енді мен көбірек кәсіби мамандар туралы айттым. Енді көзді ашып жұмғанша сіздер де ертең 4-ші курс боласыздар, мамандықтың егер болсыздар. Мемлекетте жұмыс істейтін адамға толық жағдай бар. Оған сенсеңіздер болады. Бірақ өздеріңізге де байланысты. Бірінші өзіңнен баста деген сөз бар. Сондықтан өзің күнделікті өзіңмен жұмыс жасайтын болсаң, міндетті түрде жетістікке жетуге болады. Себебі Қазақстанда кең байтақ жеріміз бар, көп ұлтты мемлекетіміз бар, тұрақтылық бар, мемлекеттің жасап отқан үлкен қамқорлығы бар. Мынандай зәулім университеттер, альма-матер талай мамандарды шығарды. Алдағы уақытта да кездесіп тұрамыз. Мен енді арнайы дайындалған жоқпын, қайтадан айтайын. Мен күнделікті жұмысымнан үзінділерді сіздерге айтып бердім, қандай мәселе қызық болады деген сияқты. Біз студент кезде мынандай мүмкіндік болған жоқ шынында. Бізден алдыңғы сіздердің, Асқар Мырзахметович, ректорлардың ол кезде де қиын болды.
қазір барлық жағдай бар. Тіл оқимын десеңіздер, тіл бар. Экономикамыз жақсы, бұрынғыдай нәрсе өшіріп қойып жатқан жоқ, анау жоқ, айлық жоқ, мынау жоқ деген мәселе мүлдем ұмытылған, барлығы бар. Тек қана өзіңді шыңдап, біліктілігіңді арттырып алсаң, мемлекетте бәрі бар. Болашақ бағдарламасы бар, қанша мыңдаған студенттер оқып жатыр. Немесе басқа да гранттар бар. Жастарға толық жағдай бар. Интернет тұр, егер тек оны дұрыс қолдана білсе. Көбісі Инстаграм, басқа да түкке пайдасы жоққа кейде уақытты кетіріп жатамыз. Уақытты тиімді пайдалануға, ол да бір үлкен бағыт, тайм менеджмент деген бар. Уақытыңды тиімді пайдалана білу. Мысалы үшін біреулер айтады, спортқа уақыт жетпейді. Дұрыс уақытыңды бөлсең, спортқа да, білімге де, оқуға да, интернетке де, и на развлечение. Енді жастар болған кейін пятница, суббота, жұма, сен бір жаққа баруларыңыз келеді, кездескілеріңіз келеді. Оған да толық жағдай бар ғой. Ешкім сіздерге неғып жүрсің деп айтпайды. Себебі әркімнің құқығы заңмен қорғалады. Тек қана адам өзі тәртіпті болса, бір-біріне қол ұшын беріп жәрдем беретін болса, ертең мысалы үшін дамыған мемлекеттердің қатарына қосылғымыз келсе, білімді болса, ертең Еуропаға барып оқитындарымыз бар шығар, немесе Америкаға барып, сосын қайтып келіп жұмыс істеген кезде біздің мамандар жақсы. Сосын мамандар ауылда да керек бізге. Ауылға барып жұмыс істесеңдер, ауыл алтын бесігін дейді ғой. Жолдауда елбасы тағы да ауыл туралы айтты. Ауылға қолдау көп болады, әсіресе жас мамандарға. Бару керек. Бәріміз ауылдан шықтық қой. Сосын мемлекеттік қызметке шақырамыз. Мемлекеттік қызметте де жасау керек. Мемлекеттік қызмет деген үлкен тәжірибе, үлкен мектеп. Жеке кәсіптеріңізді ашатын болсаңыз, ол да жақсы. Кәсіпкер де бола білу керек. Себебі өзіңнің кәсібіңді атқару үшін тек өзіңе сену керексің. Сосын енді мемлекет оны толық қолдап көмектесіп отырады. Ауыл шаруашылық мамандығын таңдағандар өте қажетті мамандық. Дұрыс мамандық. Әсіресе біздің экономикамызға, біздің өңірімізге, немесе басқа да Қазақстанның өңіріне. Сіз енді тек қана бір өңірде жасамайсыздар ғой. Ертең бітіргеннен кейін Қазақстанның әр жағына барасыздар. Жұмыс нарығы деген ол оңай емес. Бәсекелестік күшті. Барлық келіп сізге келіп дайын бірдеме жасап бермейді. Себебі өзің ұмтылу керексің. Егер сізді басшы көру үшін, сіз жұмысты тиянақты жасап, жауапкершілігіңіз мықты болса, көреді міндетті түрде. Айтады, мына жігіт немесе мына қыз жақсы істейді екен, жас маман. Осыларды көтерейік. Меритократияда біз жұмыста соны қолданып келеміз. Университетте де солай деп сенемін. Сондықтан құрметті жастар, бүгінгі кездескеніме өте қуаныштымын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді келесі жолы егер бір тақырып қызық дейтін болсаңыздар, соған арнайы дайындалып келейін. Бүгін енді біз жалпы осы өңірімізде жасалып жатқан, жалпы мемлекетте жасалып жатқан мәселелерді талқыладық. Елбасының жолдауын сіздерге түсіндіріп бердім. Ол қалай әсер етеді азаматтарға? Нақты ана ауданда, бір аудан немесе бірнеше ауданда мысал ретінде келтіріп бердім. Өңірдің мысалы ретінде айтып бердім. Іс жүзінде қалай орындалатынын, соны сіздер қалай сезетіндеріңізді жеткіздім деп ойлаймын. Түсінікті болды ма? Қызық болды ма? Барлықтарыңызға рахмет. Енді ректорға да рахмет айтам. Телефоным сұрайды еді. Екеуміз студенттердің селфи жасайық бір. Мен телефонымда дейді. Олжас берші ма телефон? Мен көмекшім Олжас, Лондонда оққан, Англияда. Давайте. Рахмет.